Сәлем достар, менің есімім Гүлбану, менің авторлық әңгімелер YouTube каналыма хош келдіңіздер. Құдық түбінен шыққан бала 4-ші бөлім. Құдықтан баланы алған сәттен кейін Зылиханың жүрегі қысып, ішінде бір дауыл көтерілді. Бала тыныш отырды. Қолында тек жылылық, көзінде қорқыныш пен сенімнің аралас айнасы. Әңгімемізді бастамас бұрын, кім қай өңірден тыңдап отыр екен, соны парақшаға қалдырып кетсеңіздер, комментарийға жазып, мен үшін маңызды. Ал сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен осы туындыны тыңдауларыңызға тілектеспін. Келін алдымда тұрды, жас келін. Сөздің де, дауыстың да күші жоқ. Тек көздер сөйлесті. Менікі деп іштен айтты келін. Бала менікі. Зылиха жауап бермеді. Бірақ ішкі дауыл басталды. Мен ана болған жоқпын ба? 10 жыл жүрегім жанып, жылап келдім. Ал бұл бала тірі. Оның тағдырын менің қолыма қалдырды ма? Келін жылдам адымдап алға шықты. Маған бер, деді ол дауысы дірілдеп. Мен қорықтым, 10 жыл қорықтым. Бірақ енді оны мен өсіруім керек. Зылиха баланы кеудесінен түсірмеді. Қолындағы жылылықтан ажырағысы келмеді. Мен де қорықтым, деп сыбырлады. 10 жыл жалғыздық па? Мен тек ана болуды армандадым. Екі әйел бір-біріне қарасты. Көздері өзге әлем, сыртқа шыққан ауыл тыныш. Шешім тек сенің емес, деді Зылиха, дауысы қатты емес, бірақ анық. Бұл баланың тағдырын таңдау, тағдырдың өз қолында. Сол сәтте бала шын мәнінде тынышталды. Ол екі ананы сезді ме, білмейміз. Бірақ құшаққа сыйған жылылықтан бірінші рет тыныштыққа бөленді. Зылиха түсінді. Менікі болсын, немесе басқаныкі болсын, ең бастысы тірі. Келін көз жасын сүртті. Сөз айтпады. Тек бірге тұрды. Ал тыныштық тағдырдың өзі сөйлейтін үн болды. Баланы құдықтан алып шыққаннан кейін ауыл үнсіз қалды. Кім не айтарын білмей, орындарында тұрып қалды. Бір-екі адам ғана демін ішіне тартты. Қалғандары тек көзімен бақты. Зылиха кеудесінде баламен тұрды. Көзінен жас тамшылап тұр, бірақ дауысында тыныштық бар. Енесі таңғалып тұрды. Сөз жоқ. Сол енесінің бұрынғы мазақ күлкісі бір сәтке өшіп кетті. Күйеуі тіпті бір қадам артқа шегінді. Бұрынғы батыл дауысы да шыға алмай қалды. Бұл, деді бір ауыл тұрғыны сыбырлап, шынымен тірі. Келесі сәтте бала кішкентай қолын Зылихаға созды.
жылылық пен қорқыныш араласқан. Көзін ашып әлсіз ғана күлімсіреді. Бұл күлкі ауылдың жүрегіне пышақтай қадалды. Бір әйел айқайлап жіберді: «Міне тірі! Міне бала тірі болып шықты!» Ауылдың адамдары бір-біріне қарап, көздері үлкен таңғалудан кеңейгендей болды. Бұрынғы күлкі, мазақ бәрі бір сәтке жоғалды. Зылиха әлі баланы кеудесінде ұстап тұрды. Бір қарағанда жай ғана әйел және бала. Бірақ барының көзі құдықтағы 10 жылдық сыры мен жиналған ауыртпалықты көрді. Келін көз жасын сүртті. Бірнеше әйел жақындап: «Сен де шыдадың», деді. «Ол тірі, ал сен анасың». Зылиха басын шайқап баяу: «10 жыл бойы мен тек ана болуды армандадым», деді. «Бірақ бұл бала тірі, жай тірі». Жоғарыдағы ауылдың көзінде сөзсіз таңданыс, ұялу және сыйластық араласқан сезім пайда болды. Бала алғаш рет жылы қолдар мен жас ананың жүрегін сезді. Құдықтың тұмсығына қысылған тағдыр енді ашылды. Құдықтан шығарыла сала, Зылиха баланы кеудесіне ұстап үйге қарай бет алды. Сырттағы күн шырайын шашып тұрса да, оның ішкі әлемі қараңғылықта қалған 10 жылдай. Бала алғашқы рет жылы қолмен жанасып тынышталды. Салқын ауаға, ауылдың шуды жаңғырығына қарамай, тек анасының жүрегінің соғысын сезді. «Тыныш, бәрі тыныш», деді Зылиха. «Балам, енді қорықпайсың, анаң сені қорғайды». Үйге кіргенде ол от жақты. Баланы кеудесіне қысып отырды. Жылы су дайындады. Бала алғашқы рет тамақтың иісін сезді. Бұл оның тірі екенінің дәлелі сияқты болды. Зылиха алғаш рет шын мәнінде ана болғанын түсінді. 10 жыл бойы ішкі қиналыс, ауылдың күлкісі, таяқ пен қорқыныш бәрі артта қалды. Бірақ жүрегі әлі ауыр еді. Ауылдан 1-2 адам үйге жақындап, осы балаға қарап отырып, «Сен шынымен жынды емессің», деді сыбырлап. Зылиха тек басын изеді. «Мен жынды емеспін, мен анамын». Бала кеудесінде сүйсіне ұйықтай бастады. Бұл тыныштық 10 жылдық аңсардың аяқталған белгісі еді. Ал сыртта ауылдың адамдары әлі таңданыспен қарап тұрды. Бала тірі шықты, бірақ олардың жүрегінде сынған сенім мен ұялу араласқан сезім қалды. Зылиха алғаш рет өмірге толық сеніммен қарады. Бала оның өмірінің жаңа бастауы еді. Енді ол тек қана ана емес, қаһарман әйел болды. Өз тағдырын өзі жеңген.
Зылиха баланы құшағына алып отырғанда үй ішіндегі тыныштық құдықтан да терең еді. Күйеуі табалдырықтан аса алмай тұрды, ішке кіруге батпады. Бұрын бұл үйде қожайын болатын, бүгін қонақ сияқты. Бала жылап қалды, күйеуі селк етте қалды. Алға бір қадам жасады да тоқтады. Қорықпа, деді ол баланың өзіне емес, өз жүрегіне айтқандай. Енесі төрде отырды. Балаға тура қарамады. Тек анда-санда көз қиығын салды. Бөтеннің баласы, деді ол ақырын. Ел не дейді? Зылиха жауап қатпады. Бірақ бұрын ол дәл осы сөздерге жылаушы еді. Бүгін үнсіз. Бала қолын созды. Кездейсоқ енесінің тізесіне тиіп кетті. Енесі шошып кетті. Қолын тартып алды. Бірақ біраздан соң қолын қайта жақындатты. Сол сәтте ол өзі де аңғармастан жылы екен деп қойды. Күйеуі ақырын ішке кірді. Баланы көтермеді, тек жанында отырды. Егер, деді ол даусы қарлығып. Егер қалдырсаң, мен қарсы емеспін. Бұл кеш, бірақ шын сөз еді. Зылиха баланы кеудесіне қысты. Мен оны ешкімнен сұрап алмадым, деді. Ол мені өзі тапты. Үйдегі ішіндегі тыныштық бұл жолы ауыр емес еді. Бұл мойындаудың басы болатын. Бала үйге келген күннің ертеңіне ауыл тағы да бұрынғы мінезін көрсетті. Бұл жолы күлу жоқ. Бірақ одан да қауіпті нәрсе бар еді. Сыбыр. Жындының қолында бала қалмасын. Бүгін құдықтан шығарды, ертең тағы бірдеңе қылады. Бұған сеніп бала тапсыру күнә. Бұл сөздер Зылихаға тікелей айтылмады. Бірақ жел сияқты жетіп отырды. Түс ауа үйге екі әйел кірді. Бірі ауылдың белсендісі. Бірі бұрын күлгендердің бірі. Зылиха, деді бірі жұмсақ дауыспен, бұл бала үшін құжат керек. Дәрігер көрмеген. Зылиха баланы құшақтап отырды. Қолындағы жылылықты жібергісі келмеді. Көрсетпеймін, деді ол. Біреу алып кетеді. Ал ертең комиссия келсеші, деді екіншісі. Жындыханаға апарып тексерсеші. Бұл сөз Зылиханың жүрегін бір сәтте мұздатты. Жындыхана. Ол жердің атын естіген болатын. Сөйте тұра, естісе, 10 жыл бойғы қорлық, байлаулы қол, айқай, мазақ, бәрі қайта тірілгендей. Күйеуі кешке үндемей келді. Есік алдында отырып қалды. Ауылда сөз жүріп жатыр, деді ол ақырын. Баланың тағдырын сен шешпейсің, дейді. Ал 10 жыл менің тағдырымды кім шешті? Деді Зылиха. Даусы қатты шықпады. Бірақ ішіндегі от анық еді. Енесі де сөйледі. Қызым, деді ол алғашқы рет солай атап.
Бала үшін өзіңді құрбан қылма. Бұл сөз жанашырлық емес, қорқыныштан туған сөз еді. Сол түні Зылиха ұйықтамады. Бала кеудесінде, құлағы әр дыбыста. Егер алып кетсе, егер мені жындыханаға жапса, бұл бала тағы жалғыз қалса, ол баланың маңдайынан сүйді. Ешкімге бермеймін, деді сыбырлап. Тірі тұрғанда бермеймін. Ал сыртта сол түні біреу ауданға телефон соқты. Таң ерте атты. Ауыл әдеттегідей емес, тыныш еді. Иттер де үрмеді. Адамдар да ерте шықпады. Зылиха түн бойы көз ілмеді. Бала кеудесінде әр демін санап жатты. Таңғы шайда ішілген жоқ. Есік қағылды. Жай қағу емес, ресми қағу. Күйеуі орнынан тұрды. Қолы дірілдеп кетті. Келді, деді ол сыбырлап. Есіктің алдында 3 адам тұрды. Бірі әйел адам, 2 ер адам. Қолдарында папка. Көздерінде мейірім жоқ, тек тәртіп бар. Ауданнанбыз, деді әйел. Балаға байланысты тексеру. Зылиха баланы одан әрі қыса түсті. Үйге кірмеңдер, деді ол. Бала ұйықтап жатыр. Бізге міндетті түрде көру керек, деді ер адам. Сіздің жағдайыңыз есепте тұр. Есепте. Осы сөз Зүбәйраның жүрегіне шеге болып қадалды. Мен жынды емеспін, деді ол. Мені 10 жыл адам қылмады. Бұл эмоция, деді әйел салқын дауыспен. Баланың қауіпсіздігі бірінші орында. Енесі арт жақта тұрды. Көзін төмен салды. Бір ауыз сөз айтпады. Күйеуі комиссияның алдына шықты. Ол, деді ол. Ол баланы құдықтан тірі алып шықты. Жынды адам олай істей ме? Комиссия үнсіз қалды. Баланы уақытша аламыз, деді әйел. Тексеру үшін. Зылиха баланы құшақтап, артқа шегінді. Жоқ, деді ол алғаш рет қатты дауыстап. Ол тағы жалғыз қалмайды. Бала жылап жіберді. Үні бүкіл үйді толтырды. Сол сәтте енесі бір қадам алға шықты. Тоқтаңдар, деді ол. Даусы қарлығып шығып. Бұл бала осы әйелдің қолында тірі қалды. Комиссия енесіне қарады. Бұл күтпеген нәрсе еді. Кепілдік бере аласыз ба? Деді әйел. Енесі бір сәт үнсіз тұрды. Сосын басын изеді. Беремін, деді. Егер бұл баланы алсаңдар, мені де алыңдар.